Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін сіздерге өте ерекше мандарин қосылған пирогтың рецептісін бөліскім келіп отыр. Егер үйлеріңізде 4-5 мандарин болса, сіздер бұл пирогты міндетті түрде жасау керексіздер. Ол үшін ең алдымен жұмыртқаға қатты қосып жақсылап араластыруымыз қажет. Миксердің қажеті жоқ, қолмен, яғни өздеріңізге ыңғайлы венчикпен немесе вилкамен араластырсаңыздар болады. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды қосып араластырамыз. Ұнымызға 1 шай қасық қосып аламыз. Әрі қарай қосып жақсылап араластыруымыз қажет. Міне достар, дайын болды. Енді осыған 1 шай қасық ванильді сахар қосамыз, яғни иісі өте әдемі отырады шығу үшін. Дайын болды. Енді мандариндарымызды тазалайтын боламыз. Мен бұл жерде 6 штук мандарин алдым. Тазалап алдық. Енді әрқайсысын ортасынан бөліп шығамыз. Байқасаңыздар, өте керемет болып суы шығыпты. Пирогымыз сочный болып шығады. Ыдысымызды дайындайтын боламыз. Ыдысымыздың астына осындай пергамент қағазын төсеп аламыз. Режимдердің қайшыны қиып тастаймыз. Егер сіздерде пергамент жоқ болса, жай масамен майласаңыздар болады. Мен шетін осылай маймен майлап шықтым. Пирог жабыспай әдемі алынуы үшін. Міне дайын болды. Енді мандариндарды біртіндеп осылай теріс қаратып қойып шығатын боламыз. Міне дайын болды достар. Енді осының үстіне салмамызды саламыз. Салмамыз осылай барлығының бетін түгелдей жауып тұруы қажет. Бір келкі болу үшін осылай сілкіп алдым. Достар, пирогымыз пісті. Осылай ыдысты алып тастаймыз және пергамент қағазын бетінен жаймен аламыз. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Мандарин қосылған пирогты жақындарыңызға дайындап берсеңіздер болады. Ас болсын.